Құрметті оқушылар, енді келесі кезекте 33-ші тақырыптың С тобына қатысты есептерге мысалдар қарастырамыз. Ең алдымен 33-те 17-ші жаттығудың бірінші есебіне қатысты мынандай бір мысал қарастырайық. Бұл жерде біз теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табуымыз қажет. Яғни ең алдымен теңсіздікті шешіп алайық ол үшін. Бірінші жақшаны екі өрнектің айырымының кубының формуласымен ашатын болсақ, бірінші өрнекті кубтайтын болсақ 8 болады. Азайтылған 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты 2-ні көбейтсек 4, 3-ке көбейтетін болсақ 12 болады. 12-ні 3-ке көбейтетін болсақ 36 болады. Демек, 36х қосылған 3 еселенген бірінші өрнек көбейткен екінші өрнектің квадраты 3-те 2-ге көбейтетін болсақ 6 болады. 3х квадраттайтын болсақ 9х квадрат. Демек, 6-ға 9х квадрат көбейтетін болсақ 54х квадрат шығады. Және де екінші өрнектің кубы. 3х-ті кубтайтын болсақ 27х куб шығады. Минус арқылы оны жазып аламыз. Осылайша біз бірінші жақшаны формуламен ашып шықтық. Және жақшаның сыртында минус 54х квадратты жазып аламыз. Және де жақшаның теңсіздіктің мына жағында орналасқан өрнектерді қарама-қарсы жаққа таңбасын алыс қылып өткізейік. Минус 27х куб ол плюс 27х куб болып ауысады. Және минус 41х деп отырғанымыз плюс 41х болып ауысады. Бұлардың барлығы кіші немесе тең 0-ден болады. Өйткені бұлардың орнына 0 қалды деп есептейміз. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріп қысқартатын болсақ, мына жерде 54х квадрат пен минус 54х квадрат қысқарады. Минус 27х куб пен плюс 27х куб қысқарады. Және қалған сандарды егер біз жазып шығатын болсақ, енді мінекей көріп тұрмыз. 36х минус 36х және плюс 41х. Бұлар бір-біріне азайтылады, таңбасы плюс болады. Сонда бұл жерде 5х қалады. Және де 8 бар. Егер де біз 8-ді теңсіздіктің екінші жағына өткізетін болсақ, ол минус болып өтеді. 5х кіші және тең минус 8-ден. Сонда бізде х деп отырғанымыз кіші немесе тең минус 8 бөлінген 5-ке. Сонда х-ымыз кіші немесе тең минус 1,6-ға. Егер бұны аралықпен жазатын болсақ, х-тың қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен минус 1,6-ға дейінгі мәндерді қабылдайды. Ал бізде есептің берілгенде теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табыңдар деген, бізде минус 1,6-ны х қабылдайды, бірақ бұл бүтін сан емес. Осы аралықта жататын ең үлкен бүтін сан бізде минус 2 болып табылады. Сонда бізде есептің жауабы х қабылдайтын ең үлкен бүтін санымыз бізде минус 2-ге тең. Келесі есеп 33-те 18-ші жаттығудың бірінші есебін шығарайық. Бұл жерде де алдымен теңсіздікті шешіп аламыз, және де теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табуымыз қажет. Мұнан алдыңғы есепте ең үлкен бүтін санды тапқан едік. Ал енді бұл жерде теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табамыз. Олай болса, бірінші жақшаның үшін екі өрнектің айырымының кубы формуласы бойынша ашып шығайық. Олай болса, бірінші өрнектің кубы азайтылған 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейткен екінші өрнек. 3-ті 7-ге көбейтетін болсақ 21 болады. Сонда 21х квадрат қосылған 3 еселенген бірінші өрнек көбейткен екінші өрнектің квадраты. 7-нің квадраты 49 болады. 49-ды 3-ге көбейтетін болсақ 147 болады. Сонда 147х деп жазамыз. Азайтылған екінші өрнектің кубы. 7-нің кубы 343-ке тең. Және де жақшаның сыртында қосылған 42х квадратты жазамыз. Бұлар үлкен және тең. Екінші жақшаны ашатын болсақ, бұл жерде де тура бірінші жақшаға ұқсас, тек қана таңбаласы плюс. Демек, мына жердегі өрнектердің барлығы плюс арқылы жазылады. х куб қосылған 21х квадрат қосылған 147х қосылған 343. Және де плюс 14 минус 7х-ті жазып аламыз. Енді бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктірейік, және де барлық айнымалыларды теңсіздіктің бір жағына жинақтап алайық. Яғни х барларды бір жаққа, х жоқтары бір жаққа жинақтаймыз. Мына жерде бірінші х куб
x кубтың өзін жазып аламыз. Және де минус 21x квадрат плюс 42x квадрат. Бұлар бір-біріне азайтылып, плюс 21x квадрат қалады. Және плюс 147x жазып аламыз. 343-ті теңсіздіктің екінші жағына өткіземіз. Сол үшін санымыз қазірге тұра тұрсын. Енді теңсіздіктің екінші жағынан x кубты мына жаққа минус қылып өткізейік. Минус x куб және де 21x квадраттан минус қылып өтеді. Минус 21x квадрат. 147x-імізді мына жаққа минус қылып өтеді. Минус 147x. Мына жақта тағы 7x-іміз бар, ол плюс қылып өтеді. Үлкен таңбасы минус. Үлкен және тең. Енді сандарымызды жазып алайық қалған. Мына жерде 343 қосылған 14. Мына жақта минус 343-іміз болатын, ол да теңсіздіктің екінші жағына плюс 343 болып өтеді. Мінекей жазып алдық. Ал енді ұқсас мүшелерді біріктіріп шығайық. X куб пен минус x куб қысқарады. 21x квадрат пен минус 21x квадрат қысқарады. 147x және минус 147x-тар да қысқарып кетеді. Сонда бізде тек қана 7x қалды. Демек, 7x-тің өзін жазып аламыз. Бұл деп отырғанымыз үлкен және немесе тең. Мына жерде 343-ке 14-ті қосатын болсақ, 357 болады. 357-ге 343-ті қосатын болсақ, 700 деген жауапты аламыз. Сонда x үлкен немесе тең 700. Мына 7 көбейтіліп тұр, ол мына жаққа бөлу болып өтеді. Сонда x деп отырғанымыз үлкен немесе тең 100-ден. Бұл жауапты аралықпен жазатын болсақ, x-тің қабылдайтын мәндері 100-ден плюс шексіздікке дейін. Ал есептің шарты бойынша біз теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табуымыз қажет. Бұл жерде үлкен немесе тең белгісі қойылып тұр. Демек, x 100-де қабылдайды. 100-ден бастап 100-ден үлкен сандарды қабылдайды. Демек, бұл жерде ең кіші бүтін санымыз 100-ге тең. Жауабын жазатын болсақ, x-тің қабылдайтын ең кіші бүтін саны ол 100-ге тең. Келесі 33-те 19-шы жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде біз тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен бірінші жақшаны формуламен ашып алайық. Бірінші өрнектің кубы қосылған 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейткен екінші өрнек. Демек, 15b квадрат болады. Қосылған 3 еселенген бірінші өрнек көбейткен екінші өрнектің квадраты. 5-тің квадраты 25 болады. Оны 3 еселесек 75. Сонда 75b болады. Қосылған екінші өрнектің кубы. 5-тің кубы 125-ке тең. Енді, мына жерде минус b-ны жазып алып, жақшаның ішінде өрнекті, екі өрнектің айырымының квадраттарын формасымен ашып шығайық. b квадрат минус 10b плюс 25 болады. Екі өрнектің айырымының квадраттарын формуласын ұмытып қалсаңыздар, өткен сабақты міндетті түрде қараңыздар. Және де, мына жерде екі өрнектің қосындысының квадраты берілген. Онда формуламен ашатын болсақ, мына түрде болады, тең 100-ге. Енді, біз мына жерде жақшаларды ашып, ықшамдап жазып шығайық. b кубтың өзін жазамыз. Қосылған 15b квадрат. Қосылған 15b квадрат. Қосылып 75b. Қосылған 125. Бұлардың барлығын өздерін жазып алдық. Мына жерде минус b-ға b квадратты көбейтетін болсақ, минус b куб болады. Минус b-ға минус 10b-ны көбейтетін болсақ, плюс 10b квадрат болады. Минус b-ға плюс 25 көбейтетін болсақ, минус 25b болады. Және де мына жерде екінші жақшаны ашып шығайық. Минус 25-ке 1-ді көбейтетін болсақ, минус 25. Минус 25-ке 2b-ны көбейтетін болсақ, минус 50b болады. Минус 25-ке b квадраты көбейтетін болсақ, минус 25b квадрат болады. Тең 100-ге. Мына жерден енді қысқаратын өрнектері қысқартып, бірігетіндерін біріктіріп шығайық. b куб пен минус b куб қысқарып кетеді. Және де енді b квадраттарға мән беріп қарайық. Мына жерде 15b квадрат, мына жерде 10b квадрат. Екеуі қосылып 25b квадратты береді. Және де мына жерде минус 25b квадрат пен жойылып 0 болып кетеді.
демек үшеуін қысқарта аламыз. Ал енді b-ларға мән беріп қарайтын болсақ, 75b азайтылған 25b. Екеуі азайтылып, плюс 50b-ны береді. Мына жерде минус 50b бар, плюс 50b минус 50b 0 болып кетеді. Демек, бұларды да қысқартып жібере аламыз. Енді тек қана сандар қалды. Сандарға мән беріңіздер. Мына жерде 125 минус 25 тең болады 100-ге. 125-тен 25 азайтсақ 100 қалады. Сонда 100 тең 100-ге деген біз теңдікті дәлелдеп шығардық. Енді келесі ең соңғы 33-те 20-шы жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде айнымалылардың кез келген мәнінде өрнектің мәні 0-ге тең болатынын дәлелдеуіміз қажет. Ол үшін ең алдымен бірінші жақшаны формула бойынша ашып шығайық. Бірінші өрнектің кубы қосылған 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейткен екінші өрнек. Қосылған 3 еселенген бірінші өрнек және екінші өрнектің квадраты көбейтеміз. Қосылған екінші өрнектің кубы. Және азайтылған жақшаның ішіне мына өрнекті ықшамдап жазатын болсақ, мына жерде тең қоюды ұмытып кетіппіз. Жақшаның ішінде екі өрнектің қосындысының квадратымен шығаратын болсақ, бұл жерде мынандай бір өрнекті аламыз. Ең алдымен минус аны өзін жазып алайық. Жақшаның ішінде формула бойынша а квадрат қосылған 2ax қосылған x квадрат болады. Минус, мына жерде жақшаны ашатын болсақ, 2ax квадрат және минус x куб болады. Соңында минус ax квадратты өзін жазамыз. Мына жерден a кубтың өзін жазып алайық. Қосылған 3a квадрат x қосылған 3ax квадрат қосылған x кубтың барлығын өзін қайталап жазып алдық. Енді жақшаны ашып жазайық. Минус a-ға a квадрат көбейтетін болсақ, минус a куб болады. Минус a-ға 2ax көбейтетін болсақ, минус 2a квадрат x болады. Минус a-ны x квадратқа көбейтетін болсақ, онда минус ax квадрат қалады. Және де жақшаның сыртындағы өрнектерді өздерін қайтып жазып алайық. Енді олай болса, ұқсас мүшелерін біріктіріп, қысқартып шығайық. Мына жерде көріп отырсыздар, a куб бар, мына жерде минус a куб бар. Екеуі қысқарып кетеді. Өйткені a кубтан минус a кубты азайтсаң 0 болады. Яғни жойылып кетеді. Енді келесі кезекте x куб және минус x куб. Екеуі де қарама-қарсы таңба болғандықтан бір-бірімен қысқарып кетеді. Олары қысқарып болған соң, енді 3a квадрат x көріп отырсыздар. Мына жерде азайту 2a квадрат x. 3a квадрат x-тан 2a квадрат x азайтып тастасақ, a квадрат x-тің өзі қалады. Таңбасы оң болады. a квадрат x минус a квадрат x 0 болып кетеді. Демек, бұл үшеуіне бір-бірімен қысқартып жібере аламыз. Ал енді 3ax квадрат және ax квадрат бір-біріне азайтылады да 2ax квадрат қалады. Мына жердегі минус 2ax квадрат барлығы жойылып 0 болып кетеді. Сол кезде бізде өрнекте барлығы қысқарып кетті. Мұның жауабы 0 деген сан шығады. Біз осылайша бірінші есептегі өрнегіміздің айнымалының кез келген мәнінде 0 болатынын дәлелдеп шықтық. Өйткені оны формуламен ашып ықша жинайтын болсақ, 0 деген сан шығып отыр.